қаңтар еш уақытта ұмытылмайды. Балаларымыз ешқандай террорист емес. Біздің балаларымыз халыққа, үкіметке мұңын айтуға шыққан балалар. Өзінің ішіндегі мұңдарын кілең жас балдар, алда 4 жасар Айкөркемді білесіздер. Бұдан кейінгі аты 41-ге сондай жасаған қанша ата-ана әйел кісілер балалары, көп балалар әйелдер жұбайсыз қалды. Біз асыраушы балдарымыздан айырылып қалдық. Сізде бүгін ешқандай талап жоқ па, бірақ негізі? Біз үкіметтен талабымыз балдарымыздың статьясын алып, балдарымызға статус берілсін. Осы қаңтарда қаһарман деген балдарымызға статус берілсін, көше берілсін балдарымызға. Әр қаладан, мысалға, Назарбаев көшесін, мысалға, Қаңтар көшесі деп берілсін, сосын статус берілсін балаларымызға. Сол біздің талабымыз. Сіз жаңа Қызылордадан келдім дедіңіз ғой. Сіз осы жаққа келетін кезде кедергі еш нәрсе болған жоқ па? Мен енді бұрын соңында болды кедергі маған. Мен Астанаға да барғанда да, жұмыс жағынан да, акимат жағынан да кедергі болғанда, не істеп жатсыз, неге барасыз, өзіміз реттейміз дейді. Бірақ мен Қызылорда облысынан ешқандай в общем, бәрі жемқор ғой, бәрі сыбайлас. Бірінің сөзін бізді сөйлейді, бізді алдап шығарып салады. Өйтіп береміз, бармай қойыңыз дейді. Бірақ енді осы жолы ондай болған жоқ. Мен байқағанда жоқпын. Енді ол байқағанда да біз жаңағы митинг істеп жатқан жоқпыз ғой. Біз осы ішіміздегімізді енді халыққа жеткізу, халыққа енді бүкіл балаларды білет, бұндай емес екенін. Сондықтан және бізге балаларымызды атқан адамдар жазаланса екен дейміз. Алладан тілейтініміз бірінші, екіншіден осы.